Біз жанымызды жегідей жеп жүрген дағдарыстан да құтылармыз. Молшылықта болар. Ал имандылықтан айырылсақ, оның орнын толтыру қиын болатыны сөзсіз. Осы мәселелердің төңірегінде қызмет ету біздің қай-қайсымызға болса да парызға берік болу, азаматтық, отаншылдық, борышқа ұмтылу болып табылады. Ең бастысы, халық мүддесіне лайық осынау міндеттің шынайы салмағы мен мәнін жүрекпен ұғына білу. Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлы. Ол 10 жыл бойы отаршылдарға қарсы соғысты. Қазақтың 300-ін бір ту астында жинады. Бірақ сатқындар көп еді. Қалмақтар мен қазақтың кейбір сұлтандары оны алдап қолға түсірді. Басын кесіп, орыстарға сыйға тартты. Едіге Алтын Орда дәуіріндегі Алтын Орда империясының соңғы билеушілерінің бірі, ол өзі Ноғай ордасының негізін салушы, әмір, қолбасшы, батыр, шешен және халықтың сүйікті тұлғасына айналған тұлға. Қазақстан жерінде мұндай металдардың кені өте көп. Олардың ішіндегі ең маңызды, ең жеңіл пайдалануға болатын пендерді тезірек зерттеп, тезірек өндіріске беріп, Қазақстанның геологтарының қазіргі уақыттағы ең күшті міндеті. Біздің геология институттың белгілі бір планы түгелін осы уақытта бейімделіп отыр. Қазір біз осы мәселенің түрлі жағдайларын қарастырамыз. Бұл кітапта 1820 жыл мен 1920-30 жылдар аралығында қазақ жеріне қызмет еткен алаш заңгерлері туралы айтылады. Сол кездегі заңгерлердің көбісі төре тұқымдар және байдың балалары. Яғни оқуға солардың ғана мүмкіндігі болып десек, және олар жай ғана оқып қойған жоқ, мен байдың баласын төренің тұқымын деген жоқ, барлығы бірдей ел үшін, жер үшін қызмет еткенін көргенде қатты сүйсінесің. Қаныш Сәтбаев бар ма? Академияны құрған кезінде 46 жылы. Оның Москвада отыраттағыны, Москвадағы бюджет бөледі енді олар. Сол кезде айтады, мына 14 республиканың академиясы нашар, сондықтан сендер төмен айлық аласыңдар дейді. Ал Москва мен Ленинградта отырғандар өте жаңағы төбесінде отырғандықтан, бұл жердегі нағыз ғалымдар, бұлар көп жоғары категориямен алады дейді. Күн сайын дүние 40 құбылады. Біреу қуанады, біреу мұңаяды, біреу сүйінеді, біреу күйінеді. Біреуге бәрі жаңадан басталғандай көрінеді, біреуге бәрі аяқталғандай көрінеді. Бірақ әр күні жаңа таң атады. 21 ғасырдың басында әлемнің біраз ойшылдары Парижге жиналып өркениет деген не, өркениетті адам деп кімді айтамыз деген мәселені талқылапты. Себебі байырғы көзқарастар әбден ескірді. Бұрын өркениет деп жол қатынасы дамыған, темір жол салынған, асфальт төселген, телефон тартылған елді мекенді айтушы еді.